Ассалямалейкум баршаңызға, сіздермен бірге Ахнет. Бүгін сіздермен осындай жиынтық в шоколаде жасайтын боламыз. Қолдан осындай бокс жиынтығын жасап, жақындарыңызға сыйлық ретінде беріп қуансаңыздар болады. Жасауға кеңес беремін, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен осылай талқанымызға қантымызды салып аламыз, екеуін біріктіріп араластырып аламыз. Келесі сары майымызды қосамыз. Бізде сары май бөлме температурасындағы сары май болу керек, немесе ерітілген сары май болу керек. Одан соң қосып, екеуін жақсылап біріктіріп араластыратын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңырау жағына басып қойсаңыздар, мендегі шыққан видеоларды алғаш болып көретін боласыздар. Және де менің видеомды соңына дейін қарасаңыздар, лайк, комментарий жазып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Мінекей бізде осындай қоспа шықты. Келесі 2 қасықтай қаймағымызды қосып аламыз. Оны да жақсылап біріктіріп араластырамыз. Міндетті түрде қаймақ қосатын боламыз, себебі қаймақ біздің талқанымызды ұзақ күнге жұмсақ етіп тұратын болады. Яғни жентіміз бізде бір күннен соң қатып қалмайды. Сол үшін де қаймақ қосатын боламыз. Келесі кезекте тоңазытқыштағы сары майымызды қосамыз. Оны жаңағы талқанмен бірге біріктіріп, жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Талқандарымызды араластырып болдық. Қолымызбен біріктірген кезде бірігетіндей масса шығу керек бізде. Келесі кезекте шоколадымызды осылай формаларымызға құйып шығатын боламыз. Бізде силиконовый форма болмаған жағдайда осындай форманы пайдалансақ болады. Шоколадымызды микроволновкаға немесе қайнаған суға пакетикпен салып ерітіп алсақ болады. Міндетті түрде осындай кондитерский мешокқа немесе пакетке салып алсаңыздар өте ыңғайлы болады. Шоколадтарымызды құйып болғаннан соң, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай жасайтын боламыз. Бізде шоколадтарымыз тегіс шығу үшін және де ішінде қалып қалған ауаларын шығару мақсатында осылай жасаймыз. Ендігі кезекте біз талқандарымызды осылай формаларымызға жақсылап, әдемілеп, тығыздап салып шығатын боламыз. Осылай шоколадымыз сұйық кезде формамызға талқандарымызды салып аламыз. Себебі біз шоколадтарын бөлек қатырып алған жағдайда талқан екеуі бірікпей қалады. Сол үшін осындай сұйық кезінде формамызға салып алатын боламыз. Талқандарымызды салып болдық, осылай болып шықты. Ендігі кезекте тоңазытқышқа 15-20 минутқа қалдырып қоямыз. Ендігі қалған талқандарды осылай дөңгелектейтін боламыз. Сіздер өздеріңіз қалауларынша сопақша немесе дөңгелек етіп жасасаңыздар болады.
Енді жаңағы қалған шоколадтарымызды осылай бетіне сызып шығатын боламыз. Өздеріңіз қалауларыңызша, бұл әрине міндетті емес. Мінекей осылай құйып шықтық. Ендігі кезекте мен осылай жазу жазғым келіп тұр әріптермен. Сол үшін де силиконовый формаға осылай шоколадтарымызды құйып алатын боламыз. Одан соң жаңағыдай мен видеода көрсеткендей ұрғылайтын боламыз. Сонда шоколадтарымыз біркелкі тегіс болып шығады. Шоколадтарымыз қатқанша мұздатқышқа салып аламыз. Біздің женттеріміз дайын болып шықты. Енді ыдысымызға әдемілеп салып шығатын боламыз. Женттерімізді де салып болдық. Шоколадтарымызды, яғни әріп шоколадтарымызда дайын болып қалыпты. Енді оны формамыздан ажыратып аламыз. Және де байқамасаңыздар, бізде шоколадымыз сынғыш болып келеді. Сол үшін де байқап алғандарыңыз дұрысырақ. Бірінші осылай жентімізге сұйық шоколадымызды құйып шығатын боламыз, кішкене ғана. Себебі қазір жентіміздің үстіне әріптерімізді, яғни әріп шоколадтарымызды қойсақ, ол түсіп қалады. Сол үшін де біріктіріп тұру үшін осылай шоколадтарымызды құйып шықтық. Мен Рамазан айына орай осылай Рамадан деп жаздым. Сіздер өз қалауларыңызша жазсаңыздар болады. Ендігі кезекте осылай қорапшаларымызға салып шығатын боламыз, әдемілеп. Осындай формада шоколад қатырғым келіп тұр. Формамызға шоколадтарымызды құйып шығамыз. Одан соң жаңағы видеода көрсеткендей ұрғылап, мұздатқышқа шоколадымыз қатқанша салып алатын боламыз. Мінекей біздің шоколадымыз қатып шықты. Осындай формада оны жаңағы бокс жиынтығымыздың арасына осылай әсемдік үшін салып қоятын боламыз. Мінекей бізде осындай бокс жиынтығы шықты. Жақындарыңызға сыйлық ретінде берсеңіздер болады, немесе тапсырыс қабылдасаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет, жасауға кеңес беремін.